Мінеке, мына Галицкий деген бізде жауапкершілік шектеулі серіктестік. Мен мыналарға кемінде 3 рет айтқам. Мүмкін 4-5 рет айттым. Мынау бәрлік қазақша болсын деп. Өткен аптада облыс әкімдігінің ауыл шаруашылық Төлеген деген жігіт, басқармасының басшының орынбасары, мыналарды алғызып тастап, орнына іліп қойған қазақшасын, қазақша сосын орысша. Мінеке, мына келіншектер, асқан шовинистар, не олардың қожайындары қайтадан тек қана Ресей Федерациясының тілінде бәрлік ақпаратты іліп қойған. Жақсы, енді мінеке Ысқақов бастаған өңірде, әкім бізде облыстың Ысқақов, қала әкімі Байханов, мінеке жауап берсін. Осындай әсіре шовинистік, әсіре нацистік нәрсеге мен тағы да қайталаймын. 3-4 рет мен мыналарға қайталағам. Бірнеше ай қазақша болу керек деп. Түкірді, алып тастады, әкімдік алып тастады, мыналар қайтадан орысшаны қойды. Неке?